Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзбек халқының тағамы палауды жасайтын боламыз. Өзімнің палау жасау әдісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, жасап көріңіздер. Күріштері бір-біріне жабыспайтын, шашыраңқы болып пісетін, әрі өте дәмді палаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қажетті азық-түліктерді алдын ала турап алдым. Ең бірінші бізге чеснок, сарымсақ, ет және де пияз, сәбіз, тұз, қара бұрыш және күрішті суға салып алдын ала дайындап қойдым. Келесі етті маринадтау үшін мен сиыр етін қолдандым. Сиыр етін осылай ұсақтап турап аламыз. Сіздер әр қалай турасаңыздар да болады. Өте маңызды емес еттің турау әдісі. Келесі соевый соустан бір ас қасық мөлшермен саламыз. Одан кейін шым тұз саламыз. Тұзды көп салмаймын маринадтаған кезде. Тамаққа қосқан кезде тағы да бір қоса жатармыз тұзды. Келесі қара бұрыштан бір шай қасық мөлшермен салып, приправа қолданамын. Етке арналған приправа қолдандым. Сіздерде егер етке арналған приправа болмаса, әртүрлі приправа қолдансаңыздар болады. Осылай жақсылап араластырып алып, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Келесі қазанымызды қыздырып, май құямыз. Майдың мөлшерін описанияға қалдырып кетемін. Үстіне чеснок, яғни сарымсақ салып, ұсақтап турап салып, қыздырып күйдіреміз. Күйген сарымсағымызды алып тастаймыз қасықтың көмегімен. Өте дәмді болады, майдың иісін шығарады. Майдың иісі болмас үшін осылай қолданамын. Өте дәмді болады, пловқа иіс береді чеснок. Келесі сарымсағымызды, яғни пиязымызды саламыз. Пияздың мөлшері 3 штуктан одан да көп қолдансаңыздар болады. Өте дәмді болады. Сарғайғанша қыздырамыз. Өте қатты күйдірмеңіздер сарымсағымызды. Өте дәмді болады. Қызарған сарымсақ өте дәмді, әрі қып-қызыл қып күрішіміз дәмді болады. Келесі үстіне маринадталған етімізді саламыз. Жарты сағат өткен етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз 1-2 минуттай. Етімізді жақсы қуырылғаннан кейін келесі сәбізімізді саламыз. Сәбізді көп қуырудың қажеті жоқ. Қатты езіліп кетеді сәбізіміз. Сол себепті өте қатты қуырудың қажеті жоқ. Ары кетсе 1 минуттай қуырамыз. Крышкасын жауып бір қуырып алғанымыз жөн болады. Қақпағын ашып, сәбізімізді жақсылап араластырып аламыз да, су құямыз, қайнаған су құямыз. Қайнаған судың мөлшері ет пен сәбіз батып тұратындай қып мөлшерде құйғандарыңыз жөн болады. Мінекей ет пен сәбізімізді суға батырып аламыз да, жақсылап бір қайнатып аламыз. 1-2 минуттай көп қайнатқандарыңыз жөн болмайды. Көп қайнатпаңыздар. Мінекей қайнап жатыр. Үстіне тұз саламын, шым-шымдай аз саламын, өйткені маринадтаған кезде көп салған жоқ болатынмын. Егер де сіз көп салып қойсаңыздар, тұздың дәмі шығып тұрса, салмағандарыңыз жөн болады. Келесі ағаш қасықтың көмегімен жақсылап араластырып алып, 1-2 минуттай қайнатып аламыз. Қақпағын ашып, қайнап жатқан сәбізіміздің үстіне күрішімізді саламыз. Күрішіміздің суы мөлдір таза болғанша жақсылап жуып алыңыздар. Еттің үстіне, пісейін деп жатқан еттің үстіне күрішімізді саламыз. Егер де суы жеткіліксіз болып жатса, суды кішкене құйып жіберіңіздер. Қасықпен жан-жағына жайып, бетін жауып, бір қайнатып аламыз. Бір қайнаған кезде ағаш қасықтың көмегімен дәл видеодағыдай арасын ашып, суы тартылғанша күрішімізді бұқтырып аламыз.
келесі бір қайнағаннан кейін үстіне салафан мен тарелкемізді қойып, жақсылап ақырын жай отқа бұқтырып қоятын боламыз. Сонымен күрішіміз толығымен дайын болады. Мінекей менің палауым толығымен дайын болды. Шашыраңқы өте дәмді болып піскен. Үй жағдайында жасасаңыздар өте керемет болады. Мен үйде жиі жасап тұрамын. Дәл осылай рецептпен. Егер де рецепт ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де тіркеліп достарыңызға жіберіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Айдана. Назарларыңызға рахмет.